сәлеметсіздер ме, тағдыр сырлары арнасының құрметті оқырмандары. Әңгіме бастамас бұрын арнаға тіркеліп қоңыраушаны бас қоюды ұмытпаңыз. Жаңадан тұрмысқа шыққан әпкемнің үйіне қонып қалғаныма міне 3-ші күн. Жездемнің ағайын інісі Бақыт екеуміз бір-бірімізді алғаш көргеннен ұнатып, екі желеу бір сылтаумен сол бір жігіт ішінде қалып қойғанымды жасырмаймын. Бақыт өте сымбатты, ірі денелі, әрі ақылды болатын. 3-ші күні қайтуға дайындалып, аяқ киімді киіп жатқанда құдағиымыз, яғни әпкемнің енесі Жұлдыз құдаша, бүгін біздерді көрші ауылда тұратын ағайынымыз тамаққа шақырып жатыр еді. Сен де қалсаңшы, сол жаққа барып келеміз. Жаңадан үйленген жас жұбайларды тамаққа шақыратын салт дәстүріміз бар ғой. Әпкеңнің қасында ермек боларсың. Тағы бір күн қалсаң қуанып қалар еді ғой. Құдағиыма да сәлем. Сауқатын беріп жіберейін. Қалай қарайсың дегенде әпкеме қарасам, көзі жәутеңдеп, мені қимай тұрғанын байқадым. Бір жағы Бақытты да қимай. Тағы бір күн қалуға келістім. Кешке бәріміз дайындалып жүргенде Бақыт келді. Ол маған осында қалшы деген ишара білдірді. Мен әпкеме, Құндыз әпке, мен бармай-ақ қойсам қалай болар ма? Bir түрлі мазам жоқ, оның үстіне ол жаққа ешкімді танымаймын. Осында сіздерді күтіп отыра берейінші деп қимылып тұрдым. Бақыт та, я жеңше, сіңліңізге өзім жауап беремін. Сіздер келгенше серік болып отыра тұрамын, деп құптай кетті. Жарайды ендеше, тоңазытқышта қамыр тамақ бар, соны жеп алыңдар. Үйді шашып кеттік. Жұлдыз, кішкене реттестіріп қоярсың, я? Деп шығып кетті. Бақыт екеуміз оңаша қалдық. Әлі қас қарая қоймаған болатын. Тамағымызды ішіп, қонақ бөлмеге жайғасып, әңгімелесіп отырдық. Екеуміз небәрі 3 күннің ішіне бұрыннан танитындай, бір-бірімізсіз өмір сүре алмайтынымызды сезіндік. Бір кезде Бақыт мені құшақтап, мен оның иығынан басымды қойып, өзімді сондай бақытты сезіндім. Жанымда алынбас қамал тұрғандай өз адамым екенін сезіп, ыстық құшағына еріксіз еріп кете бердім. Ернімнен сүлікше сүйіп, менің нәзік денемді құшақтай алғанда, мен өзімді көктегі періштедей қалықтап жүргендей сезіндім. Оңаша отырған бір-біріне өлердей ғашық қыз бен жігіт махаббатының басынан айналып, сезімге беріліп кеткені белгілі ғой. Екеуміз де махаббаттың бал сезіміне батып, бір-бірімізді бауырымызға кіріп жаттық. Мүмкін мен бақытқа сенгенім ба, әлде балалығым ба, әлде оны ес-түссіз сүйгенім ба, оны түсіне алмадым. Түсінуге де шамам келмей, бақыттан басым айналып, сол түні пәктігімнен айырылдым. Екеуміз де сезімге беріліп қалай болғанымызды байқамай да қалдық. Болар іс болды. Енді мен еріксіз жылай бердім. Неге бұлай болды? Сен маған тиіспеймін деп едің ғой. Енді не істеймін? Әке-шешем бетіне қалай қараймын? Деп жылай бердім. Жұлдыз жаным, кешірші. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Бірақ сен қорықпа, мен сені алып қашамын. Қаласаң ертең-ақ босағама алып барамын дегенде мен, жоқ, олай болмайды. Әке-шешемнің алдының батасын алып келуім керек. Мен шын сүйсең, құда түсіп келуім керек дедім. Менің балалық шағым өте бақытты өтті. Қарапайым отбасынан шығып, әке-шешемнің арқасында ештеңеден тарықпай өстім. 1989 жылы мектеп қабырғасын бітірдім. Сабақты да жақсы оқып, арманым журналист немесе жазушы болу еді. Сол арманымды қуып Алматыға келдім. Өзім Өскеменнің қызымын.
Алматыдағы әйгілі оқу орнына тапсырдым. Филфакқа құжаттарымды өткізіп, экзаменнен жақсы баға алып, конкурсқа келгенде бір балым жетпей құладым. Ол кезде ауылдан келгенбіз ғой, ешкімді танымаймыз, бұрын қала көрмеген, ауылдың қарапайым қызымын. Экзаменнің алдында декан мені жеке шақырып, есімің кім айналайын? Сен жалғыз келдің бе? Әке-шешең қайда? Не жұмыс істейді? деп сұрағанда мен, ата-анам қарапайым малшы, оларға келуге жағдайлары болмады. Мен Өскеменнен келдім. Керемет, жарайсың қызым. Осындай алып қалаға қорықпа, жалғыз өзің келгенін батыр қыз екенсің. Егер мына соманы жеткізіп берсең, мен сені конкурстан өткізіп беремін. Мен бәріне мұндай ұсыныс жасай бермеймін. Әкеңе хабарласып, жауабын айтасың деп сұраған ақшасын ақ қағазға жазып беріп, столдың үстіне қалдырып кетті. Ол кезде бір орынға 150 бала таласатын. Соның ішінде 50 бала ғана конкурстан өтетін. Сонда жастығым ба, мен ақша жазсақ өз күшіммен түсе аламын деп ол кісінің сөзіне мән бермедім. Содан конкурста бір бал жетпей өте алмай қалдым. Өз біліміме сенгенім мен ойлағандай болмайды. Сол Алматының ең үлкен ағам мен жеңгем тұратын. Ағам алюмин шығаратын зауытта жұмыс жасайды. Жеңгем баламен үйде отыратын. Олар жас отбасы. Өздері жалдамалы пәтерде тұратын. Мен сол үйде тұрып экзаменге дайындалған едім. Содан жеңшем бірінші жұмысқа тұрғызып берді. Сол жерде 6 ай жұмыс істедім. Алматыға келдім дегенде атым болмаса, мен бірде-бір құрбым, араласатын таныстарым болмады. Ағамның пәтері мен жұмыстың арасы 15 минуттық жер болатын. Таңғы 6-да шығып, кешкі 7-де бірақ келетін едім. Бір жағаға жеңгемнің қас-қабағына қарап, қорқақтап жүрдім. Ағамның мінезі қатал болатын. Сенбі жексенбі күндері демалыс болса да, сұрануға қорқып ешқайда шықпайтынмын. Теледидардағы әдемі Алматыны көргім келсе де, осы 6 айдың ішінде аралап көрмеппін. Бір күні сыныптастарымнан хат келіп, отырысқа шақырыпты. Содан мен Алматыда қалғым келмеді. Ағама сылтау айтып, қайтып келемін деп жаңа жылға қарсы алуға ауылға келдім. Сыныптастарымды көріп алып ауылға келгеніме қатты қуандым. Өскеменде жібек маталар комбинат деген бар еді. Ол жерде жақын құрбым істейтін екен. Сол құрбым бір жыл бойы өндірісте жұмыс істейік, келесі жылы оқуға бірге түсеміз деп мені де сол жерде жұмысқа тұрғызды. Сол кезде 18-ге толмасақ та жұмысқа ала беретін еді. Жұмыс орнымыз тамақ тегін, жатақханасы бар, жап-жақсы өмір сүріп жаттық. Мен өзім 72-ші жылғымын. Біздің кезімізде мектепте 11 жылдық жоқ еді ғой, барлығы 10 жылдық болатын. Ол кезде оқушылар жазғы демалыста жұмысқа апаратын. Сонда бізді әке-шешелеріміз, балам әлі жас, қыз бала ауыр жұмыс істеуге болмайды деп айтпайтын. Мұғалімдер қайда апарса сол жаққа жіберетін еді. 9-ды бітіріп жазғы демалыста бізді совхозға, егістікке, сылаққа, тіпті сиыр бағуға жіберетін. Сонымен бәріміз бөлген кезде қыздардың бәрі сиыр саууға кетті. Мен үйдің келіншесі болған соң анам жібергісі келмей алып қалды. Содан біз ауылға жақын жердегі совхозда орта бас болатын. Сол жерде жаңадан құрылыс басталып, мал шаруашылығына арналған үлкен қора салынатын болды. Сол құрылысқа бізді бір бригада қылып, мені Б классының балдары мен қыздарымен бірге дене тәрбиесінен беретін ағаймен қосып жіберді. Балалармен ойнап күліп жүріп, балшық құйып, сол қораның іргетасы мен қабырғасын біз тұрғыздық. Тайдың кесесінен баланың істегені білінбейді. Демекші, сол ала жаздай жұмыс істедік. Сол қорада істейтін қарулы ағаның бір балтасы бар екен. Өзі сымбатты, келбетті жігіт болатын.
қолында магнитофоны бар. Бізге қарамай тәкаппарланып жүретін. Бір күні қыздар сол жігіттің менен көзді алмайтынын айтты. Мен ол кезде мақтанғаным емес, өте сұлу болатынмын. Орта бойлы, шашым ұзын, аппақ денелі, ақ қолым балдай еді. Кешке жатақханамызға келгенде дискотека болатынын естідік. Ағайымыз рұқсат беріп, барымызды киіп би алаңына шықтық. Ол жігіт те келді. Бір кезде вальс болып, әлгі жігіт сұлтаны мені биге шақырды. Бірақ ол жігіт маған ұнамайтын. Өйткені өте мақтаншақ, қараңғы болсақ та қара көзілдірік тағып, иығына магнитофонын тастамайтын. Ол вальске шақырып, мен бас тарттым. Ол қолымнан сүйреп шығарды. Сол кезде екеуміз таныстық. Есімі Жасұлан екен. Еркімнен тіс құшақтап, дөрекілік танытып, мен ашуланып, құрбым екеуміз жатақханаға қайтып кеттік. Сол күннен бастап Жасұлан менің қыр соңымнан қалмады. Құрылысқа барсақ та, жатақханаға барсақ та алдымнан шыға келетін. Мен оны көрсем, кірпідей жиырылып қалатын едім. Ағайымыз менің нағашым болғандықтан соған айтып шағымданатынымды айттым. Ол болса: «Жұлдыз-ау, сен енді бой жеттің. Жігіттер тиісуі қалыпты жағдай. Тек өзіңе абай болып, әпкеңді ұятқа қалдырма. Алайда сен ол жігіттен қорықпа. Ол саған қолының ұшын тигізбейді. Мен онымен сөйлесіп қоярмын», деді. Сол 3 айлық демалыста ол күнде келген сайын сыйлық әкеліп, бірте-бірте бауыр басып қалғандай болдым. Сұраса келе, Жасұланның әкесі мен менің әкем әскерде бірге борышын өтеген екен. Жан жолдас болып шықты. Соны білгеннен соң мен одан онша қорқпайтын болдым. Демалысымыз бітіп, ауылға қайттық. Ол өз ауылына кетті. Бірақ әр сенбі жексенбі күні келіп тұратын. Әкемнің жан досының ұлы болғандықтан үйге еркін кіріп шығып жүрді. Келесі жыл ол әскерге кететін болып, мені күтемін, хат жазып тұрамын деп уәдесін алып кетті. Санкт-Петербургта, бұрынғы Ленинградта борышын өтеп жүрді. 1 жылдан кейін ол отпускіге келетінін жазды. Ол кезде мен өндірісте істеймін. Отпускіға келіп бірден бізді жатақханаға соқты. Жанымыздағы ұлдардың қасынан орналасып, екеуміз қыз бен жігіт болып бірге жүрдік. Бұрын жігітпен жүріп көрмеген мен оны сүйемін деп ойладым. Сырт келбетке сонда жарасымды жұп болатынбыз. Бір жағы ол әскерден келген сайын сұлуланып, денесі шығып, бұрынғы мақтаншақтығы қойып, әжептәуір ақыл тоқтатқан екен. Маған ақылын айтып отыратын. Кетерде екеуміз сөз байласып, әскерден келетін кезде үйленетін болып шештік. Мен өндірістегі жұмысым өте ауыр болатын. Жүндерді түтетін, становкаларға ауыр қаптарды қопартып, иығымызға 18-20 кило қаптан келесі цехқа апаратынбыз. Одан шаң тозаңы мен аллергия пайда болды. Бүкіл тамағым бөртіп, демалуым қиындап, ауруханаға түстім. 1 ай жатып шығып, бұрынғы жұмысқа жарамсыз деген қағаз жазып беріп жіберді. Сонымен мен бәрімен қоштасып ауылға қайтатын болдым. Бірінші Өскеменге келіп, одан совхоздың ескі сары автобусымен 1-ші ауылдағы әпкемнің үйіне келдім. Ол үйде адам көп, у-шу болып жатыр екен. Әке-шешем, туыстарым бәрі осында. Сұраса келе, менен үлкен әпкем тұрмысқа шығып, оның құдалығы болғалы жатырған екен. Анашым мені көріп, аман-саулықтан соң, жүрсеңші бізбен. Бәрібір үйде ешкім жоқ қой, жалғыз өзің не істейсің деген соң, мен де автобусқа отырып, құдалыққа бардым. Бәрі керемет өтіп, әпкем анаммен бірге 2 күнге қалдыруымды өтініп алып қалды. Сол жерде бақытпен танысып, Жасұланды мүлде сүймегеніме көзім жетті. 3 күннен соң екеуміз оңаша қалып, орны толмас қателік жасадық. Содан екеуміз тұрып, шай тамақ ішіп, бақыттың сөзінен соң өзіме келіп, қайтадан махаббаттың
майданында арпалысып жаттық. Түнгі 2-3-терде өз орнымызға барып, қан болған жайманы өзің жуып, екеуміз 2 бөлек бөлмеге кіріп кеттік. Біраздан соң әпкемдер келіп, дабырлап әңгімелесіп өз орындарына жатып қалды. Біздің не бүлдіргенімізде ешкімнің хабары болмады. Таңертең әпкем мен енесі екеу анама сәлемдеме беріп жүріп, автобусқа шығарып салды. Сол баяғы ескі, сары, фазик автобус болатын. Бақыт пен әпкемнің ауылының арасы шамамен 2 шақырымдай. Автобус сол ауылға жақындағанда аялдамадан Бақыттың тұрғанын көріп, қуанып кеттім. Аялдамаға тоқтап, адамдарды түсіріп, біраз тұрды. Бақыт менің қасыма келіп: «Жаным, жұлдызым, кетпеші. Сен кетсең, қайтып көре алмайтын сияқтымын. Жүрегім сезеді. Осы жерде алып қалайыншы. Мен сені қимай тұрмын. Қалшы жаным», деп 2 қолымнан ұстап сүйіп жатыр. Мен енді қайда барамын? Мен кеше түнде сендік болдым ғой. Ата-анамның алдынан барып өт, сосын мәңгілік сенікі боламын, дедім. Ол келісіп мені қимай құшақтап маңдайымнан сүйіп, 3 күннен соң баратын болып шығарып салды. Содан ауылға келіп түстім. Ата-анам қарсы алып, сәлемдемелерге қуанып, әлек боп жүр. Ол кісілер не білсін? Баяғы жайнап тұрған ерке қыз жоқ. Сырт көзге күліп, жайдарлы болып көрінгеніммен, менің ішкі жан дүнием арпалысып, көзімдегі жасты тыйып, іштей жыладым. Анашым бірден көзімнен байқап: «Жакөнтай, өңің суық қой қызым. Не болды ботам? Бір жерің ауырып тұр ма? Әлде біреу тиісті ма?» деп анам байғұс шыр-пыр болды. «Мама, мен Өскеменде 1 ай ауруханада жаттым ғой. Сол кезде маған тыныш салдыратын екпе салған еді. Содан әлі өз-өзіме келе алмай жүрмін. Кішкене тәуір болсам қайтадан Алматыға кетейінші», дедім. «Қарағым-ау, қыс ішінде қайда барасың? Ең болмаса көктем шықсын да», деп анашым шырылдап кетті. «Енді Өскемендегі жұмысқа жарамаймын ғой. Алматыдағы оқуымды жалғастырсам». «Жарайды ендеше. Ағаң жеңе хабарласайық. Бәлкім оқуға да түсіп кетерсің», деп келісті. Сол бір үміт, бір күдікпен сүйретіліп үйде жүрдім. Айтқандай, 2-3 күннен кейін Бақыт келіпті. Көрші үйдегі достарының қасына келіп, біреуі мені шақыруға жіберіпті. Кешкі шайда енді отырғанымыз сол еді. «Жұлдыз тәте, сізді бір аға шақырып жатыр», деп көрші бала келіп тұр. Анам: «Кім ол кештетіп жүрген? Шақырып тұрған кім?» деп анам көшеге қарады. «Кластасымын, дейді ғой», деп бала жүгіріп шықты. Анажым оларды танығандықтан алаңсыз жіберді. Сырт киімімді киіп, биік үйілген киіздің тезек жанып өтіп бара жатқан сол-ақ екен. Бақыт мені құшақтап тартып алды. Екеуміз құшақтасып, мен сағынғанымнан жылап алдым. «Не жылайсың, жаным?» «Білмеймін, көңілім түсіп кетті. Жүрегім бірдеңені сезеді». «Жылама, бәрі жақсы болады. Мен аға жеңгелеріме үйленетінімді айтып жатырмын. Көп ұзамай сені алып қашамын. Қаласаң, қолдан алып кетермін». «Қалайда мені осы жерден алып кетші. Әке-шешемнен ұялып өліп барамын». «Әрине жаным, мен сені тастамаймын. Мен сені ешкімге қорлатпаймын», деп құшақтай берді. Мен сол сөзіне сендім. Арасында 7 салып келіп тұрды. Алайда менде бір өзгеріс пайда болды. Мен өте сезімтал болып барамын. Әйел баласына тән бір түйсік болады ғой. Сол кезде мен 18 жаста болсам да, менің қанымда бір тіршіліктің иесі пайда болғанын сезіндім. Сезіндім де қуандым. Қуандым да қорықтым. Не істерімді білмей, ақылымнан адаса жаздадым. Үйден шықпай, бар тіршілікті жасап жүре бердім. Анам болса: «Ботам-ау, кішкене демалсаңшы,
Барып құрбыларыңмен қыдырып келгін, үй тірлігін өзім-ақ істеймін ғой десе, жарайды деп, ары қарай тірлігімді істеп жүре бердім. Баяғы жайдарлы мінезім мүлде жоғалып, тұйықталып, қатты жүдеп кеттім. Ой, соқты болу өте жаман екен. Ешкіммен бөлісе алмайсың, айқайлап жылай алмайсың. Өз қайғыңды ішіңе жұтып жүре бересің. Бұл жағдай мен үшін ауыр соққы болды. Содан бұл жаңалықты қалай да бақытқа жеткізуім керек болды. Баяғы көрші балаға бақытты шақырып келуін өтіндім. Сол күні кешке сыртқа шығып бара жатсам, бақытым ыржиып тұр екен. Жүзі сондай жылы, тартымды болып, жүгіріп барып құшақтадым. Жаным-ау, жұлдызым-ау, аспандағы айым менің, сағыныпты ғой, деп еркелетіп жатыр. Тағы да егіліп, жылай бердім. Анаңнан сұранып шықсаңшы, қыдырып қайтайық деді. Мен анама келіп, анашым, мен көкемнің, үлкен әпкемнің үйіне барып келсем бола ма, деп сұранғанымда жібере қойды. Екеуміз сол жаққа барып көкемнен сұранып, ауыл шетіндегі базаға барып әңгімелестік. Мен қабырғаға сүйкеніп тұрып, төмен қарай бердім. Жұлдызым-ау, не айтқың келеді? Айтшы кәне, неге көңілің жабырқаулы? Әлде айнып қалдың ба? Әлде біреу ренжітті ме? Айтшы жаным, деп шыдамсызданып барады. Мен батылым жетпей, мені құшақташы, деп жылай бердім. Ол мені құшақтап сүйіп жатыр. Мен болса айтуға қорқып, ішімнен бір жаман ойлар келіп, оның көкірегіне жасымды сүртіп қалтырап тұрмын. Бақыт, алпамыстай ірі жігіт, аттың құлағында ойнайтын көкпаршы болатын. Ол мені көтеріп алып, айта қойшы жаным, кәні, ұялсаң құлағыма айтқын, деп құлағын жақындатты. Мен болсам, жайлап сыбырлап, біздің баламыз болады, дедім. Немене? Түсінбедім, дегенде одан сайын қорқып кеттім. Менің даусым сондай нәзік болатын. Қайтадан? Сен әке боласың. Рас па? Шын айтып тұрсың ба? Алақай, деп мені көтеріп тұрғандай күйін айналдырып, құлағымнан қарқылдап күліп, біресе айқайлап жатыр. Жұлдызым, рас айтамысың? Оны қалай білдің? Сездім, бойымда тіршілік бар, иесін барын сезіп жүрмін. Я Аллам, мен әке болдым, деп бүкіл базаны басына көтеріп айқайлайды. Айналып келіп мені құшақтайды. Ішімнен сүйіп, екі бетімнен маңдайымнан сүйіп жатыр. Ол жылдары Бақыт 25-26 жаста ақыл тоқтатқан жігіт болатын. Мені шын сүйетіні көзінен байқалып тұратын еді. Бір кезде ол, айтпақшы, менің саған сыйлығым бар. Жеңгем екеуміз неше күннен бері таңдау жасап жүріп, сенің көңіліңнен шықпай қалар ма деп, саусағыңның дәл келмей қала ма деп ұзақ таңдадық, деп қалтасынан ақ тасы бар алтын жүзігін шығарып, жұлдызым, жаным, мен сенен айырылып қаламын ба деп қорқып жүргенде, сен маған үлкен бақыт сыйладың. Енді сен менің әйелімсің. Енді мен сені қалай да алып кетемін, дегенде қатты қуандым. Қанша күннен бері у ішкендей, іштей жылап еңіреп жүргенім қорқыныштың бәрі сейілгендей болды. Мен оған, мені ертерек алып кетші, дей бердім. Әрине жаным, үйдегілер дайындалып жатыр. 2-3 күнде құдаға түсіп келеміз, деп екеуміз бір-бірімізді қимай қоштастық. Ертесіне ауылға әпкем келді. Әке-шешем жұмыста болатын. Амандық саулықтан соң екеуміз үйді ақтап тастайтын болдық.
оның аяғы ауыр, ішінде баласы 5 айлық болып қалған болғандықтан бар ауыр жұмысты өзім жасап, ол тек жинап тазалап тұрды. Әпкем үйде 2 күн жүрді. Арасында маған басқаша көзбен қарап, бірақ үндемей жүр. Әпкемнің мінезі тұйық болатын. Мен де тұйықпын ғой, ол менен өткен тұйық. Оның үстіне тұрмысқа да кеш шыққам. Сол себепті әпкемнің табыма эпилепсия ауруы бар еді. Сол үшін де тұрмысқа шыққысы келмей, ертең жігітпен жүрсем ауырымды аузым көпіріп құлап жатсам не болады деп айттырған жігіттерден де бас тартқам. Ауылдағы фирмада ең озат сауыншы болды. Одан кейін ауылдық депутат болып, өзі қатарлы ер азаматқа күйеуге тиген болатын. Кешке әке-шешем жатып қалған соң, ол менің жаныма келіп, «Жолдас, сенен бірдеңе сұрайым. Тек шыныңды айт, иә? Ештеңені менен жасырма». «Жарайды, сұрай беріңіз. Сен бақытпен жүріп жүрсің ба?» «Иә, не болды? Сонда басқа жігіт таппадың ба? Сенің әскерде жігітің бар емес па? Оған не болды?» «Білмеймін. Мен оны сүймейтін сияқтымын». «Қалай білмейсің? Ол ертең бір айдан соң келеді. Оған қай бетіңмен қарайсың? Ана жақта бақыттың бүкіл туыстары дайындалып жатыр екен. Қолдан аламыз ба, алып қашамыз ба деп ақылдасып жатқан көрінеді. Мен соны естіп, жынданып отырмын». «Неге әпке, бақыт сізге ұнамай ма? Неге қарсылық білдіріп жатсыз?» «Жоқ, мен бақыттың жеке басына ешқандай қарсылығым жоқ. Аңқылдаған ашық, жақсы жігіт. Бірақ ағайын туыстар қиындау. Әсіресе менің енем қарсы болып отыр». «Бұған сіздің енеңіздің не қатысы бар? Бақыттың шешесімен менің енем бір туған абысын. Енем бір сөзінде жақсы болсаң отыр сол сіңліңмен абысын болып деп айтқанын естіп, жаным тынбай осында келдім». «Жолдас, егер мені жақсы көрсең, оған тұрмысқа шықпай-ақ қойшы» дегенде менің жүрегім дір ете қалды. «Неге әпке? Неге мен сүйгенімнен бас тартуым керек?» деп шыр-пыр болдым. «Сен білмейсің ғой, мен көп ауырдым. Денсаулығым да болса жоқ. Баламды дұрыс босана аламын ба? Оны да білмеймін. Кейде ауылдағылар маған күледі. Су тасып, малды жайлауға шығарып жүргенде құлап қалсам, әне анау жынды қатын құлап жатыр деп күледі. Менің ауруыма ауру қоспай, мені жақсы көрсең, мені сыйласаң, бақыт деген бақытынан бас тарт» дегенде мен есімнен адасып, меңіреу бір нүктеде қадалып отыра бердім. Осылайша әпкем маған күтпеген жерден соққы берді. Біз негізі 7 ағайындымыз. 4 қыз, 3 ұл. Сол бауырларым ішіндегі ең жаныма жақын, ешкіммен шаруасы жоқ адамға жайлы момын жан еді. Денсаулығы болмаған соң да қатты жаным ашып, ештеңе айта алмадым. Яғни қарсы келе алмадым. Тек іштей қатты күйзелдім. Маған жігіт артық па, әлде туған әпкем артық па? Мен үшін әпкемнің бақытын биік қою керек еді деген ойда кеттім. Бірақ әпкеме ештеңе айтпадым. Ол ертесіне таңертең қайтып кетті. Менің күнім жылаумен өтті. Үй жинап, тамақ істеп, дала сыпырып, тірі қуыршақтай жүре бердім. Мен сонда бақытқа не деймін? Әпкеме бақыт туралы айтқым келмеді. Бақытқа әпкем туралы айтқым келмеді. Екеуі бірін-бірін жек көріп кетсеші деген ой тұрады. Бір жағы әскердегі жасұлан келсе, соған тұрмысқа шығып кетсем, маған әпкем жыламаса болды. Құрсағындағы баланы аман есен дүниеге әкелсе, маған сол да жетеді деп ойладым. Өзімнен бұрын өзгенің жағдайын ойлағаным үшін
күні бүгінге дейін қатты өкінемін. Жалғасы бар. Құрметті оқырман, жалғасын тыңдағыңыз келсе менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Және ойыңызды, пікіріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыз.